Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Балалар, сабақтың құпиясын ашу үшін жұмбақ шешіп, қандай дыбыстан басталып тұрғанына назар аударайық. Бірінші жұмбақ: төбеден түнеді, тамшысын төгеді. Келесі жұмбақ: ағайынды бәрі шықса жасыл, түссе сары. Келесі жұмбақ: күндіз білінбейді, түнде күлімдейді. Жарайсыңдар, балалар. Жұмбақтың шешуін дұрыс таптыңдар. Олар жаңбыр, жапырақ, жұлдыз екен. Бұл сөздер қай дыбыстан басталып тұр? Дұрыс айтасыңдар, ж дыбысынан. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ж дыбысы мен әрпі. Сабақтағы бүгінгі мақсатымыз әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау. Балалар, ал енді мына бейнебаянға назар аударайық. Сәлем қоңыз. Сәлем құмырсқа. Қайдан келесің? Егістен балаларыма тамаға келе жатырмын. Балалар, қоңыз қандай дыбыс шығарады екен? Бірге айтайық. Ж. Дауыссыз дыбыс. Оны көк бояумен бояймыз. Тағы да қандай сөздерге ж дыбысы бар екен? Назар салып тыңда, есіңе сақта. Жолбарыс, жылқы, жанат, жылан, жапалақ, жапырақ, жүзім, жүгері, жұмыртқа, жүзік, жұлдыз, жол, жаңбыр. Жақсы, балалар. Кәне, бізде қайталап айтып көрейік. Ж. Қалай естіліп тұр? Қалай айтылады? Дұрыс, балалар. Кедергіге ұшырап тұр, созылмайды, әндетілмейді. Сондықтан ж дыбысы дауыссыз дыбыс. Ж дыбысы тіл алдының таңдайға жуықтауынан жасалатын ұяң дауыссыз дыбыс. Айтылуына қарай ызың дауыссыз. Енді ж дыбысы сөздің қай жерінде кездесетінін қарастырайық. Ж дыбысы сөздің басында, ортасында кездеседі. Қазақ тілінің байырғы сөздерінің аяғында өте сирек кездеседі. Мысалға, лаж, мұқтаж деген сөздерде жазылады. Сонымен, балалар, ж дыбысы туралы не білдік? Дұрыс айтасыңдар. Ж дыбысы дауыссыз дыбыс, көк түспен белгіленеді. Ж дыбысы ұяң дауыссыз дыбыс. Ж дыбысы жасалуына қарай тіл алды дауыссыз. Ж дыбысы айтылуына қарай ызың дауыссыз. Ж дыбысы сөздің басында, ортасында кездеседі. Ал енді мына суретке зер салайық. Не өтіп жатыр деп ойлайсыңдар? Дұрыс, жарыс. Қандай жарыс? Дұрыс айтасыңдар, бәйге. Жарысқа қандай аттар қатысады? Тамаша жауап, жүйрік аттар. Оларды желден де жүйріктеп, теңеу сөзбен де айтады. Бәйгеден бөлек тағы қандай жарыс болады? Ж дыбыстан басталатын. Дұрыс жауап беріп отырсыңдар. Жорға жарыс. Жорға адамға жайлы, жүрісті жылқы. Жарысқа қосатын жорғаны бәйге атындай баптап жаратады. Мына тұрған санды аташы. 7. Кәне, 7 сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. 7 екі буынды сөз, 4 әріп, 4 дыбыс, оның екеуі дауыссыз, екеуі дауысты дыбыстар. Өте тамаша талдау болды. Жарайсыңдар. Балалар, мен сендермен кім жылдам ойын ойнап көрейік деп отырмын. Тапсырма. Берілген буындар бойынша жаңбыр тапыншыларынан сөз құрап, сол сөзді буынға бөл, дауысты, дауыссыз дыбыстарын ата. Сендер дұрыс сөз құрадыңдар және дыбыстық талдауды дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі кезекте ж дыбысының әріп элементтерімен танысайық. Ол үшін мына бейнебаянға назар аударыңдар. Ж әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай
доға сызықты үлкен жол ортасынан айналдырып, төмен тартамыз да, жазу жолының төменгі сызығына тигізе, доға сызықты сәл көтереміз. Жазу жолының жоғарғы сызығының доға сызықпен қиылысқан тұсына қаламыңды қойып, оңға қарай үлкен жол ортасына дейін көлбеу сызық түсіреміз де, бұрыш жасай отырып, сызықты түк төмен жазу жолының төменгі сызығына дейін жалғастырып, оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының үстіңгі сызығына дейін көтереміз. Бастапқы нүктенің тұсынан екінші доға сызықты оңнан солға қарай жүргіземіз. Ж әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының ортасынан жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жоғарғы сызыққа тигізе, доға сыза отырып, төмен тартамыз. Сызықты астыңғы сызыққа тигізе, солға қарай иеміз. Доға сызықтың ортасына қаламыңды қойып, жоғары сызыққа дейін көлбеу сызық жүргіземіз. Сызықты төмен астыңғы сызыққа жеткіземіз де, оңға қарай бұрыштап, көлбеу сызықты жазу жолының ортасына дейін көтереміз. Енді осы сызыққа қосылатындай етіп, солдан оңға қарай жолды толтыра, тағы да доға сызық сызамыз. Жақсы балалар, енді біз жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жаза білетін болдық. Ал кәнеки енді ж дыбысына байланысты жаңа жаңылтпа жаттап көрейік. Жағажай, жағажайда қамажай, жағажайды жағалай, жүгіреді қамажай. Балалар, енді сабағымызды қорытайық. Сендер ж дыбысы кездесетін қандай сөздерді білесіңдер? Менімен бірге суреттердің атауын атап көріңдерші. Жылқы, әже, жіп, қонжық, жапырақ, қоржын. Бұл сөздерде ж дыбысы сөздің басында, ортасында кездесіп тұрғанын байқадыңдар. Тамаша, тапсырманы жақсы орындадыңдар. Осымен сауат ашу сабағы аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.